6 сыныптың қазақ тілі пәні 2 бөлімнің 3-4 сабағы ана тілім айбыным тақырыбына арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Неліктен ана тілін ұлттық құндылық деп атайды? Тіл халықтың жаны, рухани байлығы. Ана тілін білмей, ұлттық мәдениетті толық түсіну қиын. Ана тілі ұлттық сана сезімінің қалыптасуына, халықтың тарихи мұраларын, салт дәстүрлерін сақтауға ықпал етеді. Сондықтан ана тілі ұлттық құндылық ретінде ерекше орын алады. Мемлекеттік тіл туралы не білесің? Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі. Мемлекеттік тіл елдің ресми құжаты, заңдары, білім беру жүйесі және мемлекеттік басқару органдарында қолданылады. Конституцияға сәйкес мемлекеттік тіл Қазақстан халқының барлығына ортақ тіл болып саналады. Сондықтан оны үйрену және қолдану азаматтардың міндеті. Сонымен қатар елімізде орыс тілі ұлтаралық қарым-қатынас тілі ретінде ресми қолданылады. Ұлттық тіл дегенді қалай түсінесің? Ұлттық тіл белгілі бір ұлттың өзіне тән тілі. Ол сол халықтың мәдениеті, тарихы мен дәстүрінің көрінісі. Ұлттық тіл арқылы халықтың өмір салты, дүние танымы, өмірге деген көзқарасы беріледі. Ұлттық тілде халықтың әндері, мақал-мәтелдері, әдет-ғұрыптар сақталады. Бұл тіл ұлттың өзіндік ерекшеліктерін айқындайды және оны басқа ұлттардан ерекшелейді. Мына сөйлемдерді негізге ала отырып тілдің құндылық екенін дәлелде. Бірінші сөйлем: ұлттық тіл халық тарихының куәгері, деректі көзі, ұлттық руханияттың ажырамас бір бөлігі. Бұл сөйлем тілдің халық тарихымен тығыз байланысты екенін көрсетеді. Тіл ұлттың өткені мен болашағының куәсі. Мысалы, тіл арқылы біз ата-бабаларымыздың тұрмысын, салт дәстүрлерін, дүние танымын білеміз. Тарихи деректердің көпшілігі тіл арқылы бізге жетеді. Халықтың шежіресі, көне аңыздар, жырлар мен мақал-мәтелдер. Әрбір ұлттың тілі өз тарихының деректі көзі ретінде қызмет етеді. Осылайша тіл халықтың рухани мұрасының негізі, ұлттық руханияттың ажырамас бөлігі. Ал қорытындыласақ, тіл халықтың тарихи тәжірибесі мен мәдениетін сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін құндылық. Тіл адамзат баласының өткен өмір жолын, бүгінгі дамуының жарқын бейнесін әлемнің шексіздігімен сабақтастықта көрсететін ғажайып құбылыс. Бұл сөйлем тілдің ғажайып құбылыс екенін атап өтеді. Тіл тек халықтың өткен өмірін баяндап қана қоймай, оның бүгінгі даму деңгейін де көрсетеді. Қазіргі заманда технологияның дамуы, ғылымның жетістіктері және мәдениеттің дамуы тіл арқылы бейнеленіп отырады. Әлемнің шексіздігімен сабақтастықта деген сөздің мәні тіл арқылы адамзат өзара байланыс жасап, әлемнің әртүрлі құндылықтарын игереді және оларды жеткізеді. Ал бұл сөйлемді қорытындыласақ, тіл адамзаттың мәдениеті мен білімінің айнасы, оның дамуының жарқын көрінісі. Сондықтан ол құнды. Бірінші бағандағы сөйлемдерді екінші бағандағы сөздермен сәйкестендіріп жаз. Оқылым мәтіні бойынша ретімен орналастыр. Бірінші сөйлем: ана тілі атаңның, анаңның тілі, туған халқыңның тілі. Ананың ақ сүтіндей бойымызға біртіндеп сіңіреміз. Ол біздің өмір бойы өзгелермен ұғынысатын негізгі қатынас құралымыз. Ана тілі арқылы атадан балаға ауысып отырады. Тіл бүкіл халықтың игілігі, халықпен бірге жасап бірге дамиды. 5-ші тапсырма: өлеңді қара сөзге айналдырып жаз. Екпін түрлерін анықта. Дыбыс екпіні бар сөздердің астын сыз. Айтбаевтың ана тілі өлеңі қазақ тілінің қадір-қасиетін, оның қоғамдағы рөлін және ұлттың рухани байлығын білдіретін туынды. Бұл өлеңде автор ана тілінің маңыздылығын, оның адамның өміріндегі орны мен мәнін терең сезінеді. Ана тілі әр адамның өмірінің негізі, ұлттық мәдениетіміздің, тарихымыздың жаршысы. Тіл бізді біріктіретін, ұлт ретінде қалыптасуымызға негіз болатын құрал. Өлеңде қазақ тілінің сұлулығы, байлығы, қуаты мен оның жүректеріміздегі орны ерекше атап өтіледі. Ана тілі біздің рухани әлеміміздің негізі. Ол бізге ата-бабаларымыздың даналығын, тарихымызды, дәстүрлерімізді жеткізеді. Тіл арқылы біз өз ойымызды,
сезімімізді білдіреміз, ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын мұрамызды сақтаймыз. Ана тілі арқылы біз өзімізді танып, ұлттық болмысымызды айқындаймыз. Осылайша ана тілі өлеңі арқылы автор қазақ тілінің қасиетін, оның ұлттық санамыздағы маңызын және тілдің адам өміріндегі рөлін айқындайды. Ана тілімізді қадірлеу, қорғау және дамыту біздің басты міндетіміз. Өйткені тіл ұлттың жаны. Тіл ұлттық құндылық тақырыбында ойыңды жинақтап, монолог құрастырып айтып бер. Тіл ұлттың жаны, біздің бір-бірімізбен байланысымыздың негізгі құралы. Қазақ тілінде сөйлегенде біз тек сөздермен алмасып қана қоймай, сондай-ақ ұлтымыздың мәдениетін, дәстүрлерін, өткенімізді де бөлісеміз. Тіл ұрпақтан ұрпаққа берілетін құндылық, ата-бабаларымыздың даналығы, олардың өмірлік тәжірибесі мен философиясы тіл арқылы бізге жетеді. Ана тілімізде айтылған әрбір сөз, әрбір мақал-мәтел бізге терең мән-мағына береді. Тіл арқылы біз өзімізді танып, ұлттық болмысымызды қалыптастырамыз. Бүгінгі таңда тілдің рөлі арта түсуде. Жаһандану заманында әлемдік мәдениеттер мен тілдердің әсері күшейіп жатыр. Бірақ осы кезеңде біз өз тілімізді, мәдениетімізді сақтап қалуымыз қажет. Ана тілімізді үйрену, оны дамыту біздің жауапкершілігіміз. Тіл бұл тек қарым-қатынас құралы емес, ол біздің ұлттық бірегейлігіміздің негізі. Сондықтан әрқайсымыз ана тілімізді қадірлеп, оның қадір-қасиетін сақтауымыз керек. Біз болашақ ұрпаққа тіл арқылы, мәдениет арқылы өзіміздің ұлттық мұрамызды жеткіземіз. Тіл ұлттық құндылық, сондықтан оны қорғау, дамыту, насихаттау біздің басты міндетіміз. Тіл арқылы біз ұлт ретінде өмір сүріп дамимыз. 7-ші тапсырма, берілген өлең жолдарындағы орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзет, парталасыңмен салыстыр дейді. Бізде орфографиялық қателік деген бұл орфография дұрыс жазамын дегенді білдірсе, пунктуация деген бұл тыныс белгілері. Яғни біз бұл жерде қате жазылған сөздер мен тыныс белгілері қате қойылған сөздерді анықтауымыз керек. Мысалға, бірінші сөйлемде сұрақ белгісі мен леп белгісі қойылмайды. Бұл бізде пунктуациялық қателерге жатады. Төмендегі сөйлемдерді қолданып, ұлттық құндылықтар тақырыбына мәтін құра. Яғни біз отанға қызмет ету біздің парызымыз, елін жерін сүйетін адамды патриот деп атайды, ана тілін ардақтайық, туған тарих өткеннің белгісі, салт дәстүр ұлттық құндылықтардың бірі деген осы 5 сөйлемді қатыстырып шағын мәтін құрауымыз керек. Ұлттық құндылықтар әр халықтың мәдениеті мен руханиятының негізі. Бұл құндылықтар біздің ұлттық бірлігімізді, мәдениетімізді және тарихымызды анықтайды. Отанға қызмет ету біздің парызымыз. Өз отанымызды қорғау, дамыту және оның мәдениетін сақтау әр азаматтың міндеті. Елімізді, жерімізді сүйетін адамды патриот деп атайды. Патриотизм туған елге, оның тарихына, мәдениетіне, салт дәстүріне деген сүйіспеншілік. Біз әрқашан отанымызды қорғап, оны әлем алдында танытуымыз қажет. Бұл біздің болашақ ұрпаққа қалдыратын мұрамыз. Тіл ұлттық құндылықтарымыздың бірі, ол бізді біріктіретін, рухани дүниемізді байытатын құрал. Ана тілімізде айтылған сөздер, мақал-мәтелдер, ата-бабаларымыздың даналығы, біздің мәдениетіміздің айнасы. Тіл арқылы біз ұлттық болмысымызды танып, оны сақтап дамытамыз. Туған тарих өткеннің белгісі. Біз тарихымызды ұмытпауымыз, оны құрметтеуіміз қажет. Тарих ұлттық құндылықтардың негізі. Ол бізге кім екенімізді, қандай жолдан өткенімізді көрсетеді. Біздің міндетіміз бұл тарихты зерттеп, оны болашаққа жеткізу. Салт дәстүр ұлттық құндылықтардың бірі. Олар халқымыздың өмір салтын, мәдениетін, моральдық этикалық нормаларын көрсетеді. Салт дәстүрімізді сақтап, оларды жас ұрпаққа үйрету арқылы біз ұлттық бірлігімізді нығайтып, мәдениетімізді сақтай аламыз. Осылайша ұлттық құндылықтарымызды қорғап, дамыту арқылы біз өзіміздің болашағымызды қамтамасыз етеміз. Ұлттық құндылықтарды қадірлеу әрқайсымыздың міндетіміз.
10-шы тапсырма кестедегі мәліметтер бойынша тіл білімінің атасы Ахмет Байтұрсынұлының өмір баянын құрастырып жаз. Энциклопедия ғаламторды пайдалан. 1872 жылы 5 қыркүйек. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте қазіргі Қазақстанның Қостанай облысындағы Торғай уезінде дүниеге келген. Ол қазақ тіл білімінің негізін қалаушы, қоғам және мемлекет қайраткері, халық ағартушысы ретінде танымал. Бала кезден қазақ тілінің байлығын, мәдениетін терең түсініп, ұлттық білім мен мәдениетті дамытуға бағытталған өз жолын таңдайды. 1913-18 жылдары. Бұл жылдар аралығында Абай журналының редакторы ретінде де қызмет атқарып, әдебиет пен мәдениетті дамытуға жол ашады. 1937 жыл. Ахмет Байтұрсынұлының қызметі 1937 жылы саяси қуғын-сүргінге ұшырауымен аяқталды. Ол халыққа қарсы әрекет жасаушы ретінде айыпталып ұсталды. Байтұрсынұлы 1937 жылы 8 желтоқсанда ату жазасына кесілді. 1909 жылы Байтұрсынұлы қазақ газетінің редакторы болып қызмет атқарады. Бұл газет арқылы ол қазақ халқының ұлттық мүддесін қорғап, мәдени және саяси көзқарастарын қалыптастыруға үлкен үлес қосады. 1926 жылы Байтұрсынұлы қазақ тілінің жаңа әліпбиін жасауға қатысты маңызды жұмыстар жүргізеді. Ол қазақ тілінің латын графикасына көшуі жөнінде ұсыныстар жасап, тіл білімінің жаңа бағыттарын ашуға себепкер болады.